Алла тағалаға сансыз мадақ, шексіз шүкірлік болсын. Ғибратты қиссалар. Жәбір ибн Абдулла Расулалла былай деп баяндайды. Бір күні Асма бин Язид Расулалла пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келіп: «Уа Алланың елшісі, сіз маған ата-анамнан да артық қымбатсыз. Мен сізге барша мұсылман әйелдердің атынан келіп тұрмын. Анығында сіз еркектерге де әйелдерге де ортақ болып жіберілген Алланың пайғамбарысыз. Бізді мазалайтын бір нәрсе бар. Біздің, яғни әйелдердің көп уақыты үйде өтеді. Біз күйеуіміздің разылығын іздейміз, бала сүйіп ұрпақ жалғастырамыз. Ошағымыздың түтінін түтетіп, күйеуіміздің дүние мүлкіне бас көз боламыз. Соған қарамастан, біз жасай алмайтын кейбір амалдарды ер кісілер жасайтындығы үшін олардың Алладан алатын сауаптары бізден асып кетеді. Олар күнделікті 5 уақыт намаздан бөлек жұма намаздарына қатысады, науқастардың көңілін сұрап барады, жаназа намаздарына қатысады. Қажылық парыздарын өтеп құрбан шалады. Олар сондай сауабы мол амалдарды жасап жатқанда біз үйде қаламыз. Олардың бала-шағасына қарап киімдерін тігеміз. Біз осы үшін олардың алып жатқан қыруар сауаптарының бір үлесін болса да ала аламыз ба деп сұрайды. Бұл сұрақты естіген пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабаларына қарап: «Сендер бұдан артық сұрақ қойған әйелді бұрын соңды көріп пе едіңдер?» дейді. Сахабалар: «Уа Алланың елшісі, әйел адам осындай сұрақ қояды деп ешқашан ойламап едік» дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Асмаға Расулалла бұрылып: «Мені жақсылап тыңда және мұны өзге әйелдерге де жеткіз. Егер әйел адам күйеуіне бойсынып, оның үйдегі тірліктерін жасаса, көңілін тойдырып оны разы етсе, онда ол да Алла жолында құлшылық етіп жүрген күйеу секілді сауаптарға ие болады» дейді. Оны естіген Асманың жүзінде ерекше қуаныш жымиған күлкі пайда болады. Қатты қуанғаннан көңілі көтеріліп, кетіп бара жатып қайта-қайта: «Ла илаха иллялла, Алладан басқа құдай жоқ, Аллаху акбар, Алла ұлы» деумен болады.